Құранда Алла Субханала Тағала «Уәлә тақфу ма лайса лака бихи илм» білмеген нәрсеңе ерме деді. Білмеген нәрсеңе ерме. Адам Құранда Алла Субханала Тағала тағы да айтқандай «Фас'алу ахла зикр ин кунтум ла та'ламун» білмесе білім иесінен сұрауы қажет. Білмесе білім иесінен сұрауы қажет. Білетін адамның міндеті білгенін үйрету, білмейтін адамның міндетін Алла Тағала бізге баяндап беріп тұр. Білмесең білім иесінен сұра деді. Ал өзінше пәтуа беру бұл Алланың алдында үлкен күнә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ажраукум алал футия ажраукум алан нар деді. Кім пәтуа беруде батыл болатын болса, яғни қорықпастан, сескенбестен пәтуа беретін болса, бұл адам өзін тозаққа кіргізуде батылдық танытыпты деді. Сол үшін де бұл өте ауыр нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бір сахабалар білместен пәтуа беріп қойды. Бір адамның басы жарылды, таңертең ғұсыл алу қажет болды. Сонда әлгі сахабалар мына жерде су тұр, саған ешқандай біз үзір білмейміз деген деді. Сөйтіп әлгі сахаба ғұсыл алған кезде су оның, яғни басы жарылған еді, миына бірақ жетіп қаза тапты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты ашуланып қаталуху қаталахумуллах, олар оның өліміне себеп болды, өлдірді, Алла оларды өлдірсін. Неге білмесе сұрамады, білімсіздіктің шипасы сұрау емес пе деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан еді. Сол үшін де адам өзінің жағдайын білуі қажет, өзінің деңгейін білуі қажет және деңгейінен аспауы қажет. Бізде жалпы ғұламаларымызда мынандай бір сөз бар: үш түрлі адам кез келген елді, мемлекетті, мәдениетті құртады дейді. Бірі нисфу табиб, бірі нисфу нахуи, біреуі нисфу муфти дейді. Яғни бірі шала дәрігер адамдардың денсаулығын құртады, шала тіл маманы адамдардың тілін құртады, үшіншісі шала молда, ол адамдардың дінін құртады. Адамдардың денсаулығы құрыса, діні құрыса, тілі құрыса, онда болды, ол мемлекет болмайды. Сол үшін де, яғни адам өзінің деңгейін білуі қажет, білмейді ма, білмеген нәрсесін білмедім деп айтуы қажет. Бұл айып емес. Және одан кейін ертең Алланың алдында әрбір білмей сөйлеген сөздің күнәсі ауыр екендігін, Алланың алдында жауабы бар екендігін білу қажет.